Қайырлы күн. Сіздермен бірге Абай атындағы номері 4 мектеп лицейінің информатика пәнінің мұғалімі Қалмағамбет Гүлжан Айтуғанқызы. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар 3-ші сынып презентация құру 26-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты презентация бағдарламасымен танысу. Мәтін мен суреттерден тұратын қарапайым презентациялар жасау, презентацияны сақтау. Алдымен өткен сабақты қайталап еске түсірейік. Ақпаратты іздеу. Ақпаратты біз ауызша, жазбаша және қимыл қозғалыс арқылы бере аламыз. Өткен сабақты бекіту мақсатында бірге бірнеше тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма. Бос орындарға тірек сөздерді қойып шық. Бірінші қай сөзді қоямыз? Ғаламтор. Дұрыс. Келесі сөз. Модем. Жарайсыздар. Және соңғы сөз телефон. Енді тексеріп көрейік. Жарайсыздар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. Келесі тапсырма. Әлемдегі ең сұранысқа ие іздеу жүйесін тап. Ол іздеу жүйесі Google. Дұрыс айтасыздар. Жарайсыздар. Google іздеу жүйесі 191 тілдегі ақпаратты таба алады. Іздеу жүйесін қорытындыладық. Енді жаңа сабаққа көшейік. PowerPoint бағдарламасы суреттер мен мәтіндер кірістіруге, оларды қимыл қозғалыс жасауға, түрлі үлгідегі фондар қойып безендіруге, дыбыстар қоюға арналған бағдарлама. 3 тілдегі сөздермен таныс болыңыздар. Құру, создать, create, презентация, презентация, presentation, slide, slide, slide. Бағдарламаны іске қосу үшін мына әрекеттерді орындаймыз. Іске қосу, пуск, барлық программалар, все программы, Microsoft Office және соның ішінен Microsoft PowerPoint бағдарламасын таңдап алу қажет. PowerPoint бағдарламасының терезесімен таныс болыңыздар. Ең бірінші жол тақырып жолы, одан кейін мәзір жолы, үшінші пішімдеу тақтасы, төртінші слайд аймағы, одан кейін қалып күй жолағы және құрылым аймағы. PowerPoint бағдарламасына кірудің екінші әдісімен таныс болыңыздар. Ол үшін жұмыс үстеліне тінтуірдің оң жақ батырмасын басу арқылы создать және шыққан тізімнің ішінен презентация PowerPoint бағдарламасын таңдап аламыз. Осы кезде жаңа презентация ашылады. Бізге ең бірінші шығатын жазу ол первый слайд. Ендігі кезекте создать слайд батырмасын басу арқылы өзіміз кез келген слайд құрастырамыз. Презентацияны әдемілеу үшін мәзір жолында дизайн батырмасын шертеміз. Осы жерде өзімізге ұнаған дизайнды таңдап аламыз. Презентацияда заголовок слайда және подзаголовок слайда деген екі тақырыпша бар. Заголовок слайда тақырып жазылады, подзаголовок слайдаға сол туралы мәлімет жазылады. Мысал ретінде заголовок слайдаға мен Абай Құнанбаев деп жазайын. Және осы жерден пішімдеу тақтасынан по центру дегенді таңдап аламын. Таңдап алғаннан кейін жазуды оңға, солға, жоғарға, төменге қарай қоюға да болады. Келесі кезекте жазуды үлкейтуге, кішірейтуге болады және қарпінде өзгертуге болады өзімізге ұнағандай етіп. Ең стандарты Times New Roman. Осы қаріпті көп жерде қолданады. Және жазудың түсінде өзіңізге ұнағандай етіп өзгертуге болады. Мен ұнаған түсті таңдап алдым.
Ендігі кезекте алдыңғы сабақта өткен Google іздеу жүйесін пайдаланып, Абай Құнанбаев атамыздың суретін іздеп көрейік. Ол үшін іздеу жүйесіне Абай Құнанбаев сурет деп жазамыз. Абай Құнанбаев атамыздың бірнеше суреті пайда болды. Осы жерден өзімізге ұнаған кез келген суретті таңдап аламыз. Таңдап алдық. Ендігі кезекте сақтаймыз. Ол үшін сохранить как батырмасын басамыз. Және қай жерге сақтайтынымызды көрсетеміз. Сақтадық. Енді презентациямызды ашып, ставка мәзіріне өтіп, рисунки батырмасын басамыз. Осы жерден мен көрсеткен рабочий столдан суретімізді тауып, ставить батырмасын басу арқылы суретімізді орналастырамыз. Орналастырған суретімізді оңға, солға, кез келген жерге орналастыруға болады, және де көлемін үлкейтуге де болады, кішірейтуге де болады. Мәзір жолында ставка мәзір жолы бар. Оның ішінде көп деген батырмалар бар. Яғни, ең бірінші тоқталатын болсақ, экран снимок, яғни экран бетін суретке түсіреді. Одан кейін фигураларды қояды кез келген, надпись, мәтіндерді жазады, және word art нысанын қою. Word art мәтіндерді көлемді етіп әдемілеп жазуға көмектеседі. Сондай-ақ сайтқа видеолар, аудио жазбалар да кірістіруге болады. Осылайша создать слайд батырмасын басу арқылы бірнеше слайдтарды құрастыруға болады. Ендігі кезекте жасаған слайдымызды көру үшін слайд-шоу батырмасын басып, сначала батырмасын басамыз. Сол кезде жасаған слайдымыз үлкен экран болып көрінеді. Барлық слайдтарды қарап болғаннан кейін презентациямызды сақтауға көшеміз. Ол үшін файл батырмасын басып, сохранить немесе сохранить как деп те сақтауға болады. Сохранить деген ол презентациямызды сақтайды, яғни слайдымызды, ал сохранить какты басатын болсақ, бірнеше түрде сақтауға болады. Яғни, астыңғы жақтан тип файланы ашатын болсақ, жасаған слайдымызды JPEG түрінде, яғни сурет түрінде, немесе Windows Media Player, яғни видео түрінде де сақтап алсақ та болады. Мысалғы, сурет түрінде сақтайтын болса, бізден сұрайды барлық слайдты ма, немесе бір слайдты ғана ма деп. Мен бір слайдты ғана деп басатын болсам, Абай Құнанбаевтың суретімен жазу бар слайд ғана менде сурет ретінде сақталады. Оны мен өзім сақтаған документы батырмасына басып көре аламын. Ол менде слайд ретінде емес, яғни сурет ретінде сақталады. Осылайша PowerPoint бағдарламасына жасалған слайдтарыңызды сурет ретінде де сақтап қойсаңыздар болады. Презентация құру тақырыбын бекіту мақсатында бірнеше тапсырмаларды орындап көрейік. Ендігі кезекте оқушылар, мен сіздерді PowerPoint программасын терезесімен таныстырған болатын. Енді сіздер PowerPoint программасының терезесімен атауларын сәйкестендіріп көріңіздер. Ең бірінші жолда бізде қандай атау болады? Тақырып жолы. Дұрыс. Келесі пішімдеу тақтасы. Дұрыс. Келесі жол мәзір жолы. Дұрыс. Келесі жол слайд аймағы. Дұрыс. Келесі жол қалып күй жолағы, және ең соңында құрылым аймағы. Тексеріп көрейік. Жарайсыздар. Барлық жауап дұрыс. Сіздерге мәзір жолында түсіндіріп өткендей, атаулары мен суреттерді сәйкестендіріп көріңіздер. Бірінші сурет бізде қандай қызмет атқарады? Мәтін жазу. Дұрыс. Екінші сурет қандай қызмет атқарады? Экран бетін суретке түсіру. Жақсы.
Келесі сурет. Фигуралар қою. Дұрыс. Және соңғы word art нысанын қою. Тексереміз. Жарайсыздар. Барлық жауап дұрыс. Сабағымызды қорытындылау мақсатында соңғы тапсырмаға назар аударайық. Ол бізде ребустарды шешу. Бірінші ребуста қандай сөз жасырылғанын шешіп көрейік. Бос яшыққа әріптерді жазып көрейік. С, Л, Ай және Д. Яғни шыққан сөз слайд. Тексеріп көрейік. Жарайсыздар. Барлығы дұрыс. Ал енді келесі ребусты ойланып көрейік. Жарайсыңдар. Анимация. Енді соңғы ребусты шешіп көрейік. Жақсы. Дизайн. Жақсы оқушылар. Ребустарын барлығын шештік. Енді үйге тапсырма. Дербес компьютерді пайдаланып, PowerPoint бағдарламасында еркін тақырыпта мәтін мен суреттен тұратын қарапайым сайт құрастыру. Бүгінгі сабақ барысында сіздер PowerPoint бағдарламасымен таныстыңыздар. Мәтіндер мен суреттерден тұратын қарапайым презентация жасадыңыздар. Презентацияны сақтауды үйреніп, бірнеше тапсырма орындадыңыздар. Енді бүгінгі сабаққа қатысқан белсенділігіңізге баға беріп, кері байланыс жасайық. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.